Мәшекең менің бабам, Мұсабай қажының інісі, Исабай қажының әйелінің зиратына дұға оқымайды екен. Сосын өзінің қайыненесі, яғни Шегебай қажының кемпіріне де оқымайтын көрінеді. Бұл әңгімелерді Мәшекеңнің туған жиені, ал бізге туыс болып келетін Қасенғали ағамыздың аузынан естіп едім, дейді Жұқаш аға. Оның себебі былай екен. Исабай қажы ақ көңіл, мырза адам болғанда, кемпірі долы, қолы қатты, сараңдау адам болса керек. Исабай қажы үйінің жанынан бір жолаушылар өтіп бара жатса, танымаса да үйіне шақырып кіргізіп, ақырғы тамағы болса да аямай адал көңілмен сыйлап жіберетін адам болыпты кезінде. Бір күні Исабай қажы үйіндегі бар тамағын бір жолаушыларға беріп қойғанда, әйелі келіп Исекеңнің бетін тырнап тастапты. Соны білетін Мәшекең Исабай қажының кемпірі жерленген қорымның жанынан өткенде, Исабай қажының кемпірі жерленген төмпешікке арқасын беріп, сол қорымдағы басқа аруақтарға Құран оқып, аттарын атап, қолын жаяды екенде, Исабай қажының кемпіріне қол да жаймай, атын да атамайды екен. Сонда Қасенғали Мәшекең атасынан ана кісіге неге Құран оқып қол жаймайсыз десе, Исабай діндар момын, мырза кісінің тірісінде бетін тырнаған, бедірей бетпаққа дұға жүрмейді дейді. Екінші, өз қайыненесіне де сөйтеді екен. Мәшекең 1905 жылғы бірінші орыс революциясына арнап патша өкіметінің саясатын әшкерлейтін «Қанды жексенбі» атты өлең жазады. Мұны патша жандармериясы естіп қойып, Мәшекеңе іздеу салады. Содан Мәшекең ақырын жылыстап, өзінің бұрыннан таныс оқыған жерлері Бұхара, Ташкент жаққа кетіп қалады. Біраз уақыт іздеу басылғанша сол жақта бола тұрады. Сол кездерде елде қалған Мәшекеңнің бала шағасына қайынатасы Шегебай қажы қарайласып тұрған ғой. Бірде Шегебай қажының бәйбішесі күйеу бала қаңғырып жүріп алды ғой, балаларын біздің мойнымызға артып тастап деп айтып қалса керек. Мұны елге оралғасын естіп қалған Мәшекең кейін енесі қартайып қайтыс болған жерленген қорымға барып, сол қорымдағы басқа аруақтарға арнап Құран оқып, аттарын атап қол жайса, қайын енесі жерленген төмпешіктің үстіне жардылай отырып алып, арқасын қарата отырып алып, атын да атамайды екен. Сонда әжемізге неге Құран оқымадыңыз деген Қасенғали жиеніне сараңға дұға жүрмейді дейді екен. Мәшекең атасының осындай тосын қылықтарын немересі Төлеубай да айтырып отырушы еді деп әңгімелейді Жұқаш аға.